Сөйтіп жатқан кезде не керек? Аулаға кіріп кетті. Мамам бір нәрсе істеп жатыр еді. Ана оң қасқасына келіп қалған ғой енді. Көрді да, көтер! Ай, мыналар тірі ме дейді. Мен айтам, тірі. Не үшін келіп тұр дейді. Білмеймін, қайда білейін, су ішінек шығар құрсын. Или жүндерін алып кету үшін келіп тұрған шығар, мен қой. Сіздің де сұрағыңыз қызық екен деп қоям да. Ай, сондай қызықтар болды, неше түрлі қызықтар болды. Сол 2000 жылы кешкілікте бір андай концерттер болатын, ол кезде құттықтаймыз деген бағдарламасы бір жүргізушілер отырып жаңағы. Чапаев ауданының тұрғыны Бәленшеева Түгеншені 60 жас мерейтойымен құттықтап, құттықтаушылар ұл қыздары деп отырады. Сіздердің құрметтеріңізге Музарт тобы деп отыратын еді ғой жаңағы. Солардың арасында бір жарнама көріп қалдым. Орал қаласында Дала дарындар деген байқау, соған дала дарындарын іздейміз, талантты жастар іздейміз. Қой 4 жыл ауылда жүрім. Не болса о болсын, енді осы жерде бір бағымды сынап көрейін деп. Мен енді ата әжем баласымын ғой, үйде 3 бала ата әжем баласы, одан кейін 3-і ата анам баласы. Мен өзім ата әжем баласы болғасын ба, өзім мамаммен де ойнап қалжыңдасып жүретінбіз. Мен атам мен әжем өзі бір қызық адамдар еді. Сол кездің ата әжелері де қазір де сол кісілерге қарап отыратынбыз. Күндіз де бір-бірімен бір күліп сөйлеспейтін бар ғой. Білмеймін, әйтеуір бір-біріне конк деп жүреді. Ал ратымға құрған. Кешке де жатқанда да бірге жатпайтын бар. Мен кей кезде ойлайтын, осы екеуі бір-бірін жақсы көре ме екен осы деп. Жақсы көрмейтін десең 11 баласы бар. Жақсы көретін десең бір-біріне күліп қарамайды вообще. Біз енді 6 баламыз, енді 6 бала үйде. Кешке жатқанда атам жатады, ортасына 6 немересі жатады, мына жақ басына әжем жатады. Білмеймін, бізді қорғап жататын ата әжеміз бар. Мен өзім кішкентайымнан қияли болдым. Бәрі ұйықтап қалғанда ұйықтай алмай жататын. Білмеймін, құлағыма бір музыка, ызыңдап, поэзия, бірдеңелерді қиялдап, әлі күнге дейін сондай 2-3-те тұрып алып, бір нәрсе ойыма келеді де, мынаны сахнада айтуға жақсы екен деп, соны қағазға түсірмей ұйықтай алмаймын. Жасыратын ештеңе, ол шабыты барлар түсінеді, өзі біледі. Қай кезде болса да, сол кезде тұрып аламыз. Иә. Сөйтіп жатқам, енді қыстың күні, енді кеше ертелек жатып қалдық, 8-дің кезінде ме? Қараңғы. Жалғыз өзім, бәрі ұйықтап жатыр, тас қараңғы. Бір кезде атам тұрды. Ойладым, су ішейін деп жатыр екен, бір жаққа кетіп. Тас қараңғы енді бар ғой. Жоқ, бір қарасам бізді аттап әжеме қарай кетіп бардық. Ешкімнің аяқ қолын баспай, аккуратны кетіп барады кәдім бар ғой. Күндіз айтады, көзім көрмейді деп. Түнде көреді екен акасы бар. Еще как көреді бар ғой. Ешкімнің аяқ қолын баспай, аккуратны кетіп барады бар. Опыты күшті болып тұр ғой, негізі бар ғой. Бір талайға дейін бардай, 3-ші ма 4-шіне берген, бір кезде әжем басын көтерді, қақпас қайда кеттің, жатсайшы деді. Наттабы бар ғой, түнде тыңдайды екен бар ғой. Күндіз вообще тыңдаған көрмегенбіз. Даже бар ғой, орнына барып жатқан былай түсін, даже бұрылған да жоқ қой, задний ходпен кетті орнына қайтадан бар. Артымен кетті қайтадан. Барды да жата қалды, мен баламын ғой, білмеймін, неғып жүр екен деймін. Әжеме бірдеңе айтқысы келіп жүр ме екен деп. Жатқан, бір кезде жарты сағат өткен жоқ, тағы тұрды. Қайтпайтын шал ғой, қайтпайтын шал. Соғыс көрген ғой, соғыс көрген. Только вперед ол кісілерде. Позади Москва ғой жаңа. Тұрды да осы жол бір талға дейін барды, 5-ші немерге дейін барды ау дейін бар ғой. Жетті ау деп жатқам, жете алмай қалған сияқты. Өйткені әжем айтты, жат қақпас, неғып жүрсің, әркімді басып қалса, аяғын басса, жат. Барды да қайтадан жата қалды. Болған шығар деп жатырмын. Өзім де ұйқыға кетіп бардым. Тағы тұрды ғой. Еще осы жол уверенно тұрды кәдімгі бар ғой. Ергезегі 3-ке дейін дегенде, даже еңкейген де жоқ қой. Еңкейген де жоқ, прямой басты. Ең қызығы әжем де ештеңе айтқан жоқ бар ғой. Сағынып атса керек, қайдан білсін бар ғой. Сағынып атқан шығар, біз тәтті ұйқыға кеткен шығар деп ойлаған шығар. 4-ші, 5-ші, 6-ші ең кенже інімді аттайын деп жатыр еді. Інім жатып әжем айтады ғой. Әже ана қақпас тағы келе жатыр деп жаңа. Сөйтсе акасы ешкім ұйықтамаған екен акасы. Жалғыз мен бе деп жатсам. Қайдан ұйықтайсың? Атаң әрі-бері аттап жүрген кезде жаңа. Сөйтіп атамның батасын алып Оралға кеттім. Аллаға шүкір, ойламаған жерден Оралдағы байқаудан бас жүлде алып, Астанаға жолдама алдым. Патологым Орал еді негізі бар ғой. Сол Астанаға кеттім. Астанаға келіп осы жақта шабыт фестивалі, одан жаңағы мемлекеттік филармонияға жұмысқа қалдым. Алғашқы осы филармонияға жұмысқа келгенімде бір 3 күн өткеннен кейін маған айтты, мәдениет басқармасына барып құжатын тапсыр деді. Мен ол кезде вообще орысша білмеймін. Даже вообще деген сөзді білмеймін. Даже вообще-ның мағынасын білмеймін вообще. Мен мәдениет басқармасына барғанда, ол кезде Астана әлі қатты қазақиланған емес уақытта, мен әйтеуір отдел кадры әйтеуір қазақша түсінбейді екен. Мен орысша түсінбеймін. Екеуміз бірімізді әйтеуір түсіндік, әйтеуір дядь Коляға рахмет, әйтеуір көршім бар. Айтып жатыр енді, фамилия, имя деп жатыр, оны білем ғой, Тұрсынбек Қабатов. Қай жерден келдің деді? Оралдан келдім дедім. Хорошо деді. Можете завтра принять на работу бірдеңе деді. Қуанып кеттім. Үйге звондадым мен, мамама звондадым. Мамам көтеріп тұрып айтамын, жұмысқа кірдім, конференция болды деп.
мамам ана жақтан айтып жатыр, әй құтты болсын, мейлі консерві жапсаң да сол жақта жүре берші деді ғой. Әй консерві емес, консервация деген өзі сондай жүргізуші концерт жүргіземін деп. Мейлі не болса да 4 жыл миым жедім ғой, қалшайды сол жақта деді ғой. Сол қалғаннан қалдым, сол анамның батасы ма деп ойлаймын бір осы. Сол қалшайды сол жақта деген сөз айтады. Әлі міне алдарыңызда сол 25 жыл болып қалыпты жүргеніме бар ғой, шүкір Аллаға. Сол келгеннен бастап мына біздің қазақтың тәрбиесі сондай ғой. Әрқашан мына Европада білесіздер, иә? Баласы 18-ге толса, одан ары қарай ата-анасын бағу тағы басқа міндет емес болып саналады ау деймін. Өйткені бір жаңа жылдың алдында, осындай жаңа жылда Рождествода келіп бір кішкентай сыйлығын алып, құттықтап кетеді, бітті. Одан кейін ешкім ренжімейді да оларға, іздемейді да оларды, олар да іздемейді. Өйткені олар да өзінің ата-анасына сөйтті. А біздің қазақта мейлі қыз күйеуге шықса да әрқашан ата-анасын ойлап жүреді. Біреуін күйеуіне айтып берсе, біреуін айтпай беріп, сөйтіп қуантып жүреді. Ана ене байғұстар енді жаңағы, мен күйеу балаға рахмет айтайын. Айтпа мама, айтпа. Айтпа, өзім айтатын уақытта айтам. Айтпас, бәрін құртпас мама, құртпас деп тұр. Енді айтайын да енді рахмет, айтпа мама деп тұр. Біз жігіттер де сол жаңағы әйелімізден жасырып жаңағы ата-анамызға беріп жатамыз. Қазір Каспий жақсы болды, аударып жібересің. Аударып жібергенде удалить етіп тастайсың. Бүкіл жақты бірдей ұстауың керексің ғой енді құрсын жаңағы. Сөйтіп жүргенде менің осы Астанаға келгенде бір мақсатым болды. Осы әкеме бір машина алып берсем деген ой болды бар ғой. Шыны керек бар ғой. Өйткені әкем Совет одағы кезінде шопыр болған. 91 жылы Совет одағы тарағаннан кейін машинаны алып қойды ғой, совхоздың машинасы. Білмеймін, машинаға үйреніп қалған адам техниканың айналасынан шықпайды. Гараждан шықпайды. Темір-терсектің арасынан шықпайды. Осы машинасын сағынып жүрмек екен деп осы Астанаға келгеннен кейін 4-5 жылдай жұмыс жасадым ғой. КВН-да жүрдім, филармония концерттерінде жүрдім. Өзім жеке әзілдер айтып жүрдім. Қуаныштар бар, тойлар бар. Кішігірім жинаған ақшамнан алғашқы рет осы алғашқы келгеннен кейін 5 жылдан кейін Ауди деген бір сүйретке деген білетін шығар жігіттер жағы. Ұзын өзі, ауыр, ас шіріп кеткен. 89 жылғы. Менен 10 жас кіші ана машина бар ғой. Енді ақшамның жеткені ғой енді, жеткені. Әкем техниканың тілін біледі, өзі бірдеңе қылып алады ғой деп жаңа. Сөйтіп машинаны сатып алдым. Ерлан деген досым бар. Машина дейді сол. Ол кезде машинасы бар. Ерланға айттым, машинаны Оралға апарып тастайық деп. Машинаны көрді, есің дұрыс па? Оралға дейін 2000 километр. Ай, мынау 10 километр жүрмейді ғой. Есің дұрыс па? Қазір сынамыз ғой. Ай, отпуск күні уақыты ғой, итеріп барсақ та бірдеңе қылайықшы деп. Ерлан ладын деді. Көңіліме қарады ау деймін. 4 пакет тамақ салып алдық. Бір соғысқа кетіп бара жатқандай кәдімгі. Сөйтіп шықтық. Әй, немістің аты неміс қой шіркін бар ғой. 2000 километр Оралға дейін сынбай аман есен жеттік қой. Әкемнің ниеті жақсы болып тұр ғой енді. Сынбай жеттік бар. Сөйтіп әйтеуір не керек? Бір тамақтанып алып, бір дем алып алып, ары қарай ауылға шықтық. Ары қарай 300 километр ауыл. Мен енді әбден түбіндемін енді осы Қазақстанның. Сөйтіп 300 километр шықтық. Бір 150 километр жүргеніміз жоқ. Машинаның дөңгелегі жарып қалды. Мен айттым, қойық, уайымдамай-ақ қой. Ерлан, машинаның дөңгелек бар, запаска бар. Дөңгелек шығарсақ акасына темір машинаны көтеретін домкратты алмаппыз. Екеуміз айдалада ұрысып жатырмыз. Машина жоқ, бұлай жүріп жатқан. 2000 жылдар ол кезде онда частный машина жоқ көбінде. Құста ұшып жатқан жоқ. Күн 45 градус ыстық.